Сәлем достар, Фарид Тока World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен описаниеден көргендеріңіздей бай отбасының екінші бөлімін шығаратын боламын. Алдымен мені қолдап, лайк басып тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздер кедей отбасының екінші сериясын шыққанын қалап жүрсіздер достар. Сол үшін ол бірінші бөлімін 500 лайк қылып тастасаңыздар, сіздерге кедей отбасының екінші бөлімін шығаратын боламын. Тезірек істегенге тезірек көп сериал бар. Сол себепті сіздерді алдыңа видеолар күтіп отыр сіздерді. Сол себептен сіздер қарап тіркеліп отырыңыздар. Сол кезде сіздерге қызықты менің киномды көріңіздер. Кешір, мен қазір барып жинап келемін. Тұрып былай. Сен екеуің немене мені жамандап тұрсыңдар? Мен сендерге бір нәрсе істеп қойдым ба? Барып осы үйді тап-таза қылып жинайсыңдар. Прям ана полдың бір дағы қалмасын, түсіндіңдер ме? Түсінікті ме? Иә. Сосын даланы сыпырып шығасыңдар, бүткіл көшені. Описайлықтан бермей қоям. Жынды ма мынау? Біз дала сыпырып құсап тұрмыз ба? Жап аузыңды. Сен жерде бір мені жамандап қояды өзінше. Істейіңді тірліктеріңді. Так, құрбыма звондайыншы. Жырнамаған olur. Ой. Так. Алло. Привет, Арайка, қалайсың? Я сол бүгін ана күндермен ұрсып қалдым ғой. Айдан Амет, Күмет, солармен ұрсып қалдым. Бір досын ертіп келіпті да. Сол досын жыныма тиіп кетті да. Сосын кім деп ұрсып кеткен ғой. Сол кетші бар сенің байлығыңнан алмағал деп. Мен байлығыма тиісіп жатыр өздері кедейді. Сосын және де сондай болды да. Жын ұқсап екеуі маған жабылып кетті. Сосын мен кетіп қалдым жыным келіп. Сосын сенде не болып жатыр? Ту қуасың ба жанына? Сен слишком өзгеріп баратсың ғой. Қайдағы өзгерген? Мен жап-жақсымын. Ата-анаңа да тыныштық бермейсің ғой. Ата-анам? Қоя бер, жыл ата-анам не аласың? Қайта сенің ата-анаң бар ғой, соған қуансай. Зато сенде байлық та бар, ата-ана да бар. Менде байлық та жоқ, ата-ана да жоқ. Енді бәріне шүкір десең болады. Вот так, сенде ата-ана жоқ. Өйткені ата-анаң болса, сен мен сияқты қатты қиналып кететін ең. Маған ата-ана керек емес. Олардың да маған түкке бір пайдасы тиіп жатқан жоқ қой. Үйтіп айтпаш. Сенің ата-анаң жоқ, сол үшін сен оны түсінбейсің. Ата-анам жоқ. Лучше Жанна, саған айтарым, сен де оңып тұрған жоқсың айналайын. Біреуді келіп жамандай бергенше өзің жақсы болуға тырыспайсың ба? Сау болшы. Ту жынды ма мынау? Арай да бір, анау да бір, бәрін миымды қаттырып жібердіңдер ғой. Ұйықтаймын, құрсыншы. Солайша бізде кеште болады. Мен нағыз мінезін бізге көрсете беретін болса, мына қызға бір нәрсе қолдану керек. Бесіріп бара жатыр. Онда барып неге жіберсей, бір лагерге барып демалып келсін. Қайдағы лагерь? Лагерде апайлар оған күтіп баптап жүремен. Одан да интернетқа өткізе салу керек. Бізге де жаны ашымаған қыз, менің де оған жаным ашымайды. Қайта тәртіппен келеді да үйге. Маш бала ғой аясай. Аямай, бізді аямай жатыр ғой. Қанша деген істеп жатыр, осы байлықтың бәрін соған алып келіп жатыр. Мен барып қызымды оятып айтып келейін. Тұр. Ту не алып келе бердің сен? Сен деп сөйлеме маған. Біріншіден, екіншіден барып чемоданыңды алып кел. Сен бүгін кешке интернетқа барасың. Ту, қайдағы интернет? Қуаспа мама. Мен интернетқа бармайым. Неге бармайсың? Барасың. Сол жақта тәртіппен келесің. Мен ояқта да бәрібір апайларға тыныштық бермеймін. Тыныштық бермеймін деп қояды. Апайлар саған тыныштық бермейді. Барып чемоданды жина. Кешке интернетқа апарып тастаймын. Хабарда ұлу бізде секірмек болып жатыр. Не істейді екен, көрермендер қарап отыра беріңіздер. Ұлу бізде сырғанап келе жатыр. Не болады екен? Мама, өз жетіріңіздер. Сіздерге
мен бір нәрсе айтайыншы, кешіріңіздерші мені, мен өзімнің қателігімді түсіндім. Және де мен жақсы қыз болам деп сіздерге айтамын. Және де мен қанша жамандық істесем де сіздер маған жақсылық істедіңіздер, сол себептен мен сіздерден кешірім сұраймын. Біздің қыз ба? Білмедім. Я, мені танымай қалдыңыздар ма? Еш жерім өзгермеген ғой. Мен жақсы болуды шештім. Кешірім сұраймын тағы да. Қызым, сен бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, мам. Уайымдамаңыз. Мен далаға шығып ойнап келсем бола ма? Иә, бар, ойнап кел. Так. Кешірім сұрайды деп ойладым, просто интернетқа бармау үшін айттым. Әйтпесе ол жақта жаман қинап тастайды ғой. Шынымен мен өзгеріп кетпесем болған. Мен телефоным қайда? Кеттім. Әкелші. Так, телефоным кеттім ғой, мам, пап. Жақсы қарап отыра беріңіздер.